Сәлеметсіздер ме, құрметті аналар, әріптестер. Бүгінгі біздің Наурыз мерекесіне орай 16 наурыз салт дәстүрлер күніне біздің ұжымның ұйымдастырып отырған көрінісін тамашалаңыздар. Теректі деген ауылдың белгілі бір Байлыбай деген аты шыққан ақсақалы болыпты. Атағы шыққанда байлығымен емес, өзінің көрегенділігімен, ақылдылығымен, даналығымен танымал болған екен. Байлыбай деген ақсақалдың жалғыз баласы болған екен. Жалғыз баласы ер етіп шаңырақ көтереді. Күндердің бір күні дүниеге немересі келеді. Немересі айы күні жетпей дүниеге келіпті. Қазақта ата-бабадан қалған тамаққа салу дәстүрі бар. Тамаққа салып, шала туған сәбиді өсірген. Оның себебі шала туған сәби ұстауға да, бесікке салуға да келмейді. Тамақтың іші жылы, әрі ұстауға да бөлуге де ыңғайлы. Неше күн кем туылса, сонша күнге кереген әр бұрышына ілінетіндіктен күнін кереге басымен есептеген. Егер де нәресте қыста туылса, үйдің қабырғасына бірнеше шеге қағып, тамақты соған ілетін болған. Тамақ киелі қасиетті зат. Бұл ата-бабадан келе жатырған дәстүр. Тамақты жаңа туылған, шала туылған нәрестелерге салып, осы тамақтың ішінен баланың дені сау болып, өссін деп сондай тілекпен ғана дәстүрді жасаған. Бұл тамақты арғы ата-бабаларымыз жаңағы дәстүрлі, дәрежелі кісілердің тамағына салып өсірген. Қызым баланы бере ғой, тамаққа салып. Енді салт бойынша баланы тамақпен бірге керегеге ілейік. Баланың дені сау болсын, ғұмыры жасы ұзақ болсын, азамат болып өссін. Осымен біздің ұжымның ұйымдастырған көрінісі аяқталды.